Бұқаралық ақпарат құралдары Мэри сүзегі деп атаған аспаз Мэри Маллонның тағдыры медицина тарихындағы ең танымал оқиғалардың бірі болып табылады. Әйел іш сүзегі ауруының белгілері жоқ, оны 50-ден астам адамға жұқтырды. Ол өмірінің соңына дейін қоғамнан күшпен оқшауланды. Біз материалымыздағы ең резонансты медициналық жағдайлардың бірінің егжей-тегжейлерін түсіндіреміз. Аспазшы Мэри Маллон ешқашан заң бұзған емес, адал күн көретін және салық төлеген, жұмыста белгіленген ережелерді ұстанған және әдетте тамаша беделі бар заңға бағынатын азамат болды. Бірақ 1907 жылы Нью-Йоркте оны полиция ұстап алып кетті. Уиллард Паркер, жұқпалы ауруханалар ауруханасы. Ол жерде оны кереуетке баумен байлап, болған жағдайдың себептерін нақты түсіндірместен бірқатар зерттеулер жүргізілді. Белгілі болғандай, Мэри іш сүзегінің жаппай таралуына кінәлі деп танылды. Бірақ әйел ешқашан аурудың белгілерін байқамаған. Биліктің шешімі қаншалықты этикалық және заңды болды. Тергеуде Мэриге қандай іздер әкелді және ең әйгілі науқастың өмірі қалай өтті. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Мэри Маллон 1869 жылы Солтүстік Ирландияның Кукстаун қаласында дүниеге келген. Оның алғашқы жылдары туралы аз мәлімет бар. 15 жасында Мэри Америка құрама штаттарына көшіп келді. Онда ол нағашылары мен тәтелерінің үйінде тұрды. Содан кейін біраз уақыт қызметші болып жұмыс істеді. Нью-Йорктегі ауқатты отбасылардың үйлерінде аспазшы болып жұмыс істеді. Барлық жұмыс берушілер Мэридің аспаздық талантына риза болды. Әйел шынымен тамақ әзірлеуді жақсы көрді және өз жұмысын жақсы істеді. Сондықтан ол өзіне көптеген клиенттерді таба алды және сүйіктісімен айналысып жақсы ақша таба бастады. Атап айтқанда, ирландиялық аспаздың клиенттері оның дәмді шабдалы балмұздағын мақтады. Мэри Маллон жұқпалы аурулар ауруханасына тапсырылғанға дейін 1 жыл бұрын ол Джордж Томпсоннан жалға алған банкир Чарльз Уорреннің отбасылық үйінде жұмыс істей бастады. Көп ұзамай Уоррен мырзаның қыздарының бірі іш сүзегімен ауырып қалды. Содан кейін жұқпалы аурудың белгілері басқа отбасына да пайда болды. Олар инфекцияның көзі жергілікті су болды деп күдіктеніп, жалдамалы үйден асығыс шығып кетті. Мұндай беделге ие үйдің жалға беру нарығында сұранысқа ие болуы екіталай екенін түсінген Джордж Томпсон зерттеуге бірнеше тәуелсіз сарапшыларды шақырды. Олардың арасында осы оқиғадағы басты рөлдердің бірін атқарған санитарлық инженер Джордж Сопер болды. Үйдегі су үлгілерін зерттегеннен кейін Сопер олардан іш сүзегі таяқшасын таппады. Сондықтан жаппай инфекцияның басқа ықтимал себептерін зерттеуге шешім қабылдады. Нью-Йорктегі жуырдағы іш сүзегі індетінің деректерін қарап шыққаннан кейін Джордж Сопер жұқтырғандар табылған үйлердің әрқайсысында аспазшы Мэри Маллонның жұмыс істейтінін анықтады. Инженер сүзек микробтары тамақ пісірген кезде өлетінін білді. Бірақ дәл сол сәтте күдікті жексенбіде жасаған керемет шабдалы балмұздағы туралы қауесетті естіді. Содан кейін Сопер атақты аспазбен кездесіп, оған бірнеше сұрақ қоюды ұйғарды. Инженердің айтуынша, ол іш сүзегінің асимптоматикалық тасымалдаушылары оны басқаларға жұқтырған бірнеше жағдайлар туралы естіген, бірақ бұл мүмкін екеніне толық сенімді емес. Сондықтан оны бұл қауесетті растайтын немесе жоққа шығаратын Мэри Маллон ерекше қызықтырды. Сопер көп ұзамай қызы жақында сүзектен қайтыс болған Нью-Йорктің ауқатты тұрғыны Уолтер Бауэннің үйінен аспазшыны тауып алып, оған қонаққа барды. Сүзектің өршуіне ашық айыптап, одан қан, зәр және нәзісті тексеруді талап етеді. Бірқатар дерек көздерге сәйкес, Джордж Сопер Мэримен сөйлескенде өзін дұрыстамады. Оны індет үшін ашық айыптады және болған оқиғаның егжей-тегжейлерін түсіндірмеді. Сондықтан мисс Маллон оның сөзін қорқыту ретінде қабылдады және тіпті ет шаншқысымен қорқытуды шешті. Содан кейін Сопер асығыс Бауэннің үйінен шығып кетті. Осы оқиғадан кейін әкесі
іш жүзегінен қайтыс болған доктор Сара Джозефин Бейкер Мэриге барды. Ол науқасқа болып жатқан жағдайдың маңыздылығын түсіндіріп, оны ауруханаға баруға көндіруге үміттенді. Бірақ мисс Маллон тағы да өте агрессивті түрде әрекет етті. Нәтижесінде доктор Бейкер полицияны көмекке шақырып, жұқпалы аурулар ауруханасына күштеп жеткізілу үшін жұмыс орнына Мэриге келді. Куәгерлердің айтуынша мисс Маллон өзінің заңды себепсіз қудаланып жатқанына сенімді болды. Сондықтан қашуға тырысты және дәрігер мен құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне қарғыс жаудырды. Оны Виллард Паркер жұқпалы аурулар ауруханасына келген кезде дәрігерлер Мэриді төсекке белдіктермен байлап, сынамаларды күштеп алып, тіпті дәретханаға баруға тыйым салды. Науқасты медициналық ыдыспен қамтамасыз етті. Ол бірнеше күн бойы осы позицияда қалды. Содан кейін ол шешілді және тәжірибелік дәрілер тағайындалды. Бірнеше сынақ теріс нәтиже берді, бірақ содан кейін олар әлі де іш сүзегі таяқшаларының болуын көрсетті. Содан кейін дәрігерлер жалғыз мүмкін шешім ретінде Мэридің өт қабын алып тастауды ұсынды. Ол кезде бұл операция өте қауіпті және жиі өліммен аяқталды. Сондықтан пациент одан үзілді-кесілді бас тартты. Сонымен қатар мисс Маллон не болып жатқанын толық түсінбеді. Ол ешқашан іш сүзегі белгілерін көрмеген. Адвокаты мен достарына жазған хаттарында ол дәрігерлердің өте қабілетсіз және дөрекі әрекет еткенін ештеңе түсіндірмеген хабарлады. 1907 жылы наурызда Мэри Маллон солтүстік Брат аралындағы орналасқан ауруханада 3 жыл карантинде болды. Және бұл шешім көпшіліктің наразылығын тудырды. Кейбіреулер Нью-Йорк тұрғындарын қауіптен қорғау және өмір бойына пациент нөлдік оқшаулау қажет деп санайды. Ал басқалары сенді. Мұндай шаралардың тым қатал екенін және дәрігерлер мисс Маллонды белгілі бір қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, қоғамда өмір сүруге үйрете алатынын түсінді. Сонымен бірге оқиғаның басқа аспектілерде жұртшылық арасында күмән тудырды. Мысалы, Мэри заңгерлердің көмегімен тәуелсіз зертханаларға бірнеше рет хабарласты. Сарапшылары оның талдауларында іш сүзегі таяқшасын таппаған. 2,5 жылдан кейін денсаулық сақтау департаменті Мэри Маллонды тамақ өнеркәсібіндегі жұмысын біржола қалдыру шартымен босатуға шешім қабылдады. Бірақ ол босатылған кезде әйел өзін қалай қамтамасыз ету керектігін түсінбеді. Бақ пен қоғам тарапынан қатты қудалау оның беделіне қатты нұқсан келтірді және көпшілік Мэри оның ауруы туралы білетініне және әдейі тәуекелге барғанына сенді. Нәтижесінде рекрутингтік агенттіктер онымен ынтымақтастықтан бас тартты, ал мисс Маллон өзін тығырыққа тіреді. Біраз уақыт ол жалған атпен қызметші болып жұмыс істеді, бірақ ерте ме кеш пе оның нақты тұлғасы анықталды. Жұмыс берушілер онымен қарым-қатынасын үзді. Оның аянышты жағдайын түсініп, оның ауру екеніне мүлде сенбей, Мэри Браун деген атпен жалған қағаздарды сатып алып, Нью-Йорк пен Нью-Джерсиден қонақ үйлерге, Бродвей мейрамханасына, спаға, пансионатқа, тіпті перзентханаға тамақ әзірлей отырып, қайтадан ас үйде жұмыс істей бастады. 1915 жылы тағы бір сүзек індеті 25 адамды жұқтырды. Ал Джордж Сопер қайтадан тергеу бастады. Аспазшы мисс Браунның сипаттамасында ол Мэри Маллонды таныды және бұл жолы үмітсіз әйелді тағдырдың одан да қатал бұрылысы күтіп тұрды. 1915 жылы 27 наурызда Мэри солтүстік Брат аралындағы ауруханада өмір бойы карантинге жатқызылды. Ол 20 жылдан астам түрмеде отырғаннан кейін 1938 жылы пневмониядан қайтыс болды. Алайда Мэри Маллон қайтыс болғаннан кейін оның тағдыры және оны өмір бойына бас бостандығынан айыру туралы шешімнің заңдылығы туралы даулар енді ғана басталды. Ол тарихта ашылған және қоғамнан мәжбүрлі түрде оқшауланған диагностика мен емдеу әдістерін тапқан алғашқы пациент 0 болды. Қазіргі заманға зерттеулердің көпшілігі бұл оқиға адам құқықтары мен бостандықтарының бұзылуының жарқын мысалы болғанына сенімді. Мисс Маллон өз құқықтарын түсіндірместен және ордерсіз қамауға алынды.
Оған полиция мен медицина қызметкерлерінің физикалық және психологиялық зорлық-зомбылығы қудалауға ұшырады. Қоғам мен баспасөз жағдайды одан сайын ушықтырды. Шын мәнінде оған қауіпті қылмыскер ретінде қаралды. Бірақ іс жүзінде ол болған оқиғаға кінәлі емес. Алайда басты мәселе, дәрігерлердің ешқайсысы Мэриге оның жағдайының егжей-тегжейлерін түсіндіре алмады. Өйткені бәлкім ешкім не болып жатқанының себептерін толық түсінбеді. Негізгі нұсқалардың біріне сәйкес, Маллонның анасы жүктілік кезінде іш сүзегімен ауырған. Нәтижесінде іш сүзегі таяқшалары ұрықтың денесіне енген, бірақ өмір бойы өзін көрсетпеген. Дәрігерлер науқасқа жағдайдың ауырлығын жеткізе білгенде, әйелдің мұндай қайғылы тағдырдың алдын алуы әбден мүмкін еді. Екінші жағынан, ғалымдар ол кезде медицина мұндай оқиғаларға дайын емес екенін атап өтті. Дәрігерлерде тарихтағы ең танымал нөлдік пациенттің адамдар арасында қалыпты өмір сүруіне мүмкіндік беретін қажетті дәрі-дәрмектер мен диагностикалық жабдықтар болмаған. Мэри Маллон қайтыс болғаннан кейін доктор Сара Джозефин Бейкер былай деді: Мэри Маллон бүкіл адамзатқа үлкен жақсылық жасады. Оның ісі медицинаға алға жылжуға, асимптоматикалық тасымалдаушыларда аурудың ағымын бақылауға мүмкіндік берді. Өкінішке орай, бұл үшін оның бостандығы мен өмірін құрбан етуге тура келді. Қалай болғанда да, Мэри Маллонның ісі бүгінде зерттеушілер тарапынан белсенді түрде талқылануда. Достар, арнаға жазылып, лайк басуды және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және